Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 99 сабақ дара және күрделі зат есім тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта дара және күрделі зат есімдерді ажыратуды үйреніп, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоятын боламыз. 64-ші жаттығу: ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп, әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет жегіп, тары піскен соң оны орып, жинап алады. Мәтін Ақсерек Көксерек кітабынан алынған. Ал балалар, енді мәтін мазмұны бойынша төменде берілген тапсырмаларды орындайық. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр және оларға жауап бер. Олай болса, сұрақ құрастырайық балалар. Бірінші сұрақ: 3 жолдас жолда нені көрді? Бір уыс тарыны көрді, иә балалар? Екінші сұрақ: үшеуі тарға не істемек болып шешті? Тарыны егіп, көбейтіп, сонан соң бөлісіп алмақшы болды. Үшінші сұрақ: жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Жинаған өнімді тасбақа мен кене бөлісіп алды деп ойлаймын. Төртінші сұрақ: түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Түлкінің қылығы дұрыс емес, е балалар? Ол қулық жасап жатып алды. Қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер жолдас, кене, тары, тұқым және тасбақа сөздері. Ал дара зат есім жолдас, кене, тары, тұқым. Ал күрделі зат есім тасбақа. 65-ші жаттығу: жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба, тастақтағы тасбақаны аласың ба? Дара және күрделі зат есімдерді тап. Мұнда балалар, дара зат есім көлшік, ал күрделі зат есімдер көлбақа, тастақ, тасбақа сөздері. Себебі бұл сөздер екі сөздің бірігуі арқылы жасалып тұр. 66-шы жаттығу: жұмбақты көркем жаз. Шешуін тап. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жұмбақтың шешуі жұмыртқа. Күрделі зат есімді тап. Күрделі зат есімдер айдала, аузы, мұрны сөздері. 67-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. Балалар, мұнда жеті, қар, аққудың суреті және ш дыбысы берілген. Мұнда аққудың соңғы екі дыбысын алып тастаймыз. Сонда ребустың жауабы жеті қарақшы. Ал енді жеті қарақшы туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жартышарындағы үлкен аю шоқ жұлдызының ең жарық 7 жұлдызы. 7 жұлдыз шөміш пішінді иіліп, солтүстік аспаннан ерекше жарық шашып, өте анық көрінеді. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.